Өмір теңіз, ал адам сол теңізде жүзген қайық. Жел оңынан тұрса да, толқынға қарсы келсе де, өз бағытыңды жоғалтпай, алға қарай жүзуің керек. Тек осылай ғана өз арманыңа жетесің. Адам өмірі таңертеңгі шықтай қысқа, сондықтан оны босқа өткізбе. Әр күніңді жақсылық жасауға, үйренуге, үлгі алуға арнасаң, артына өшпес із қалдырасың. Өмірдің мәні байлықта немесе атақта емес, ол жүректің тыныштығында. Егер өз ісіңе сенімді болып, жүрегің таза болса, нағыз бақытты өмір сүресің. Өмір сынақ алаңы, әрбір қиындық бізді шыңдайды, әрбір жеңіс бізді қуантады. Қателесуден қорықпа, өйткені қателіктер арқылы өзіңді табасың. Уақыт зымырап өтеді, бірақ оның құндылығын түсінген адам ғана өмірді бағалайды. Ертеңге қалдырмай, бүгін өз арманың үшін әрекет ет. Өмірдегі әрбір күн сый, кейде бұл сый қуантар, кейде мұңға батырар. Бірақ қандай жағдайда да ол сенің дамуыңа арналған мүмкіндік екенін ұмытпа. Өмір жолында кездестірген әрбір адам сенің мұғалімің. Біреуі мейірімділікті үйретсе, біреуі төзімді болуға баулиды. Әрқайсысы саған бір нәрсе үйретеді. Өмірдің кереметі оның түрлі түсті болуында. Жақсылық пен жамандық қатар жүрсе де, оларды дұрыс қабылдап, әрбір сәттен ләззат ала білу нағыз даналық. Өмір өзен сияқты, ол үнемі ағады, бір орнында тұрмайды. Егер сен қол қусырып отыра берсең, ағыс сені алып кетеді. Бірақ сен қайыққа отырып, еске кессең, өз бақытыңды табасың. Сондықтан өмірдің әр сәтінде әрекет ету керек. Өмірде әрбір адам өз жолын іздейді. Кейбіреуі сол жолды ерте табады, ал кейбіреуі адасады. Бірақ ең бастысы іздеуді тоқтатпау. Себебі өмірдің мәні тек жетістікке жетуде емес, сол жетістікке апарар жолды табуда. Өмір бізге берілген үлкен мүмкіндік. Әрбір күніңді соңғы күн сияқты өткізуге тырыс. Адам жасаған жақсылығын да, қателігін де өзімен алып кетеді. Бірақ артыңда қалған адамдар сенің ізіңді жалғастырады. Өмірде қиындықтар бұл үлкен сабақ. Олар бізді әлсіз етіп көрінгенімен, шын мәнінде күшті етеді. Әрбір ауыр күннен кейін өзіңе қарап, мен бұны жеңе алдым, деп айту нағыз ерлік. Өмір бір рет берілетін мүмкіндік. Қате жасаудан қорықпа. Ең маңыздысы қателіктерден сабақ алу. Ештеңе істемей, қауіпсіз өмір сүргеннен гөрі, тәуекелге барып, жаңа белестерді бағындырған дұрыс. Өмірдің мәні оның қарапайымдылығында. Бақытты болу үшін көп нәрсе қажет емес. Бір күлімсіреу, жақын адамның жылы сөзі, немесе табиғаттың әдемі көрінісі бақытты сезіну үшін жеткілікті. Адам өмір бойы бақыт іздейді. Бірақ бақыт ол алыс жерде емес, ол сенің жүрегіңде. Қандай жағдайда да жақындарыңның жанында болу, олардың қуанышын бөлісу нағыз өмірдің мәні. Өмір бұл уақыт. Уақыттың құнын білмеген адам өмірдің де құнын түсінбейді. Уақытты босқа жұмсама. Әр сәтіңді маңызды іске арна. Бүгінгі күн сенің болашағыңның негізі.